Сан жылдар бойы диетологтар мен дерматологтар сұлулыққа сеп болар тағамдарды анықтауға тырысты. Зерттеу нәтижесі бойынша көз ауруының алдын алу үшін ғалымдар саумалдық жеп тұруға кеңес береді. Оның құрамында лютеин бар. Саумалдық шаршағанды шығарып, көздің ағына табиғи түсін қайтарады. Күніне 1-2 стақан саумалдық жапырағын жеп тұру ағзаға жеткілікті. Тұрақты түрде күніне 1 алма жеп тұрсаңыз, тіс дәрігеріне жиі бармайсыз. Себебі алманың тістегі дақтардан тазартатын қасиеті бар. Ағылшын ғалымдар терінің қызарып, қабыршықтануын зығыр дәні жақсы емдей алатынын анықтады. Олардың құрамында теріні ылғалдандырып, жұмсартатын омега-3 қышқылы бар. Зығыр дәндерін йогуртке, печенье қамырына немесе салатқа да қосып жеуге болады. Ғалымдар 40 жасқа келіп жас көріну үшін жиірек киви жеп тұру керектігін айтады. Бұл жемістің құрамында қартаю үдерісін бәсеңдетіп коллаген өндіретін С дәрумені бар. Тырнақты қатайту үшін жұмыртқа жеу керек. Аптасына бірнеше жұмыртқа жеп тұрсаңыз, тырнағыңыз мықты болады. Жұмыртқаның құрамында тырнақтың қатты болуына әсер ететін биотин бар. Енді бет сұлулығы үшін мамандардың кеңесін шырайлы майдарынан білетін боламыз. Филлер бұл монофазды гель. Контурлы отаның баламасы деуге болады. Контурлы отада бет терісін кесіп, асимметрияны жөнге келтірсе, мұнда гель толтыру арқылы бет пішінін өзгертуге болады. Бір сөзбен айтқанда, филлер адамды жасартудың жолы. Әсіресе жасы егде тартқан, бірақ бетіне ота жасауды жарата бермейтін әйелдер осы процедураға көбірек жүгінеді. Мысалға, мұрын үшбұрышын, ерінің көлемін, мұрын көлемін осы филлер арқылы өзгертеміз. Контурная пластика деп айтамыз басқаша. Бұл гельдің бір айырмашылығы, ол өте қатты және орташа түрде гель болып саналады. Монофазды бір гель. Олардың да өзінің атаулары әртүрлі болады. Оның міндетті түрде адамға жасардан бұрын кері көрсеткіштерін білуіміз керек. Филлер теріге енгізілетін сұйықтық болғандықтан, оған аллергияңыз бар жоғын анықтап алған артық болмайды. Өйткені оның түрлері көп. Біреуі болмаса да, біреуі аллергия туғызуы мүмкін. Сондай-ақ бұл процедураны ботокспен шатастырмаңыз. Екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Ботоксты біз қай кезде қолданамыз? Мысалы, әжімдер шыға бастаған кезде ботоксты қолданамыз. Ол бізде 25-тен жоғары қыздарға қолдануға болады. Себебі терең әжімдер пайда бола бастайды. Ал филлерді біз ерін көлемін өсіруге, мұрын көлемін кішірейтуге сол жағдайда қолданамыз. Филлер тек бет терісіне ғана енгізілетін сұйықтық емес. Егер шашыңыздың сапасы нашарласа, немесе қолыңызда әжімдер пайда бола бастаса, оларды нәрлендіру үшін осы процедураны жасауға болады. Бастысы өзіңіздің сұлулығыңызға зиян келмейтін жолды таңдасаңыз болғаны. Шайыңыз арта түссін.